Ассалаумалейкум, құрметтім, қалдарыңыз қалай? Бүгін тақырыпта сиқырды, дуаланған адамды емдеудің жолдарын айтамыз. Әрине, қазір тарап кеткен әртүрлі емдеу жолдары бар. Оның анығында қайсы емі нақ сол сиқырға, дуаланған адамға ем болатыны жайлы айтатын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Асылында жынмен байланысты болған мұндай ауруларды тек шариғатымызда келген емдік шаралармен ғана емдеуге мүмкіндік бар. Ең сорақысы, жындардан болған ауруға медицина саласында дәл диагноз қоя алмайды. Бұқари мен Мүслимнің жинақтарында әрбір дерттің дауасы бар. Егер дерттің дауасы дөп түссе, науқас Алла тағаланың рұқсатымен сауығады. Алла тағала қандай ауру жаратса, оның шипасын бірге жаратады делінген. Осы орайда шариғат рұқсат еткен емделудің екі түрін айта кетейік. Біріншісі дәрі-дәрмекпен емделу. Бұған медицина және шөп дәрілер арқылы массаж, сынықшылық жолымен емделу жатады. Екіншісі шариғат жолымен емделу. Алла тағала пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, үйреткен шипа дұғаларымен жалбарыну, Құран сүрелерін оқып дем салу, хиджама жасату, қан алдыру сияқты нәрселер жатады. Бұдан бөлек шариғатқа қарама-қайшы болатын емдеу тәсілдері бар. Әдетте олар жындардың көмегін пайдалану арқылы жүзеге асады. Алладан өзге нәрселерге сыйындыру, ем болады деп молдаларды аралату, өзі ауырып тұрған адамды олардың басына түнету, бал ашып, не адамның суретіне қарау, ауруын болжау, қасқырдың тісін ілу, түсініксіз дұғалар, тағы басқа нәрселерді шипа мақсатымен оқып беру, қанмен шомылдыру, апталап жуындырмау, қамшымен сабау, пышақпен, отпен аластау сияқты емделу түрлері жатады. Бұларды шариғатта тыйым салынған емдеу түрлері деп атаймыз. Мұнда емдік шараларынан кейін кей адамдар шынымен де дертіне шипа тапқандай болу мүмкін, бірақ бұл уақытша ғана құбылыс. Себебі жындар адамдардың шипа табуына емес, адасуына мүдделі. Сондықтан адасқан тәуіпке келген адам уақытша шипа тапқанымен жүректеріне дерт қосып, ішіне жын кіргізіп, ең бастысы Аллаға серік қосу күнәсін арқалап, барлық сауапты амалдары жойылып қайтады. Бұл адамның ойсырай жеңілуі, шайтанның шаттана жеңіске жетуі. Сиқыр немесе адамның жолын байлайтын дуалау процесі қалай жүзеге асады? Сиқыр жасаушы арқан жіпті немесе басқа нәрселерді түйіп, сол түйіндерге шайтанның, жынның, шайтандарының аттарын қамтыған түсініксіз сөздерді айтып үрлейді. Сөйтіп, сол арқылы адамға зиян келтіруді мақсат етеді. Жаратушы жаратылыстарының одан пана сұрағанын жақсы көреді және дұғаларына жауап береді. Ендеше мұсылман сиқыр, дуа секілді нәрселерден қорықпауы керек, өйткені ол әлсіз шайтанның айла тәсілі. Кім Аллаға тәуекел етсе, ол оны сиқырдан да, көз тиюден де, шайтанның басқа да тұзағынан да, имансыздардың зұлымдығынан да сақтайды. Пенде де өз тарапынан Алланың алдындағы міндеттерін орындап, намазына бекем, оразасына тиянақты, садақаға жомарт, ізгі істерде озық, мал-мүлікте де, балада да көмектеспейтін, ақыретке деген қорқынышы басым болуы тиіс. Ал Аллаға бойынсұнбағанды шайтан өзіне оп-оңай құл етіп алмақ. Мұндай жағдай кейде Алла бекіткен парыздарды орындап жүргенімен Алланы көп еске алмайтын, құлшылығына ыждақатсыз мұсылманның басына да түсуі әбден мүмкін. Ендеше төмендегі шайтанның әрекеттерін, сиқыршыдан қорғанудың жолдарын әрбір жан білуі тиіс. Біріншісі, Алланың есімін айтып, үнемі шайтаннан пана тілеп жүру. Ағузу биллахи минаш шайтанир раджим. Жын
адам денесіне адам қатты ашуға берілген кезінде, тым қатты сасқалақтағанда және қатты қорыққанда, болмаса қатты қуанғанда, пенде Алланы ұмытқанда кіреді. Мұндай қалыпқа түскенде бірден ауызға Алланың есімін алып, дұға жинақтарында келетін зікірді айтуымыз керек. Өйткені жындар Алланың есімі еске алынғанда қысылып қалады. Бұл сәт олардың өмірі үшін ең қауіпті саналады. Адам есінегенде міндетті түрде қолымен аузын жабуы тиіс, себебі шайтан адам денесіне ауыз арқылы енеді. Бұл туралы хадисте: егер кімде-кім намаз уақытында еснесе, мүмкін болғанша аузын қалқаласын қолымен, әйтпесе ауыз арқылы шайтан кіріп кетуі мүмкін делінген. Екінші, тазалықтан шайтан шошиды. Оны барлығымыз білетін шығармыз, мұсылман үнемі таза жүргенді, дәрет алуды әдетке айналдырғаны дұрыс. Мұндайда оны періштелер қорғайды. Ибн Аббас, оған Алла разы болсын, Алла елшісінің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай дегенін жеткізеді: тәндеріңді тазалаңдар, сонда Алла сендерді тазалайды. Расында құл дәрет алып ұйықтаса, оның жейдесіне періште түнейді және түнде оның: «Я Алла, бұл құлыңды кешір, өйткені ол тазаланған күйде ұйықтады» демеген бірде-бір сағаты болмайды дейді. Және үшіншісі, таңертең құрма жеу. Мүмкіндігінше таңертең аш қарынға 7 әжуа құрмасын жеген дұрыс. Намазға ждақаттылық таныту. Мұсылман таң намазын қалдырмай ждақаттылықпен оқуы тиіс. Одан кейін намаз бастаудан бұрын истифтах дұғаларын айтуды әдетке айналдырған жөн. Үйге кіргенде және шыққанда айтылатын дұғаны тастамау. Фаляқ, Нас сүрелерін үнемі оқып жүру. Таңғы кешкі зікірлерді тастамау, үнемі айтып жүру. Сөз соңында сырқаттанған, сиқырланған, не көз тиген адамдарға оқылатын шипа аяттарын назарларыңызға ұсынамыз. Сүрелерді, Құран аяттарын оқымас бұрын ғұсыл дәретіңіз болуы және де дәретіңіздің болуы маңызды. Дәл қазір экранның бетіне шығарып қоятын боламын. Осыны оқуларыңызды сұраймын. Қашқанның да, қуғанның да, әлсіздің де, күштінің де, зұлымның да, ізгінің де Раббысы болған барлық нәрсеге күш құдіреті жетуші Алла тағаладан пана сұраймыз. Өйткені ол қаламаса күллі әлем жиылып келсе де бізге зиян тигізе алмайды. Ал егер ол бізді бір жамандыққа ұрындырса, оны одан өзге ешкім кетіре алмайды. Мейірімді жаратушы тілі зікірден құрғамайтын, иманы мығым, тәуекелі тастай құлдардың қатарынан болуымызды нәсіп етсін.